Қайырлы күн барлықтарыңызға, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге әдеттегідей мен дәрігер Маратбековна. Бүгінгі біздің айтатын тақырыбымыз алдыңғы видеода уәде еткендей запор жайлы болады. Жалпы запор деп отырғанымыз не? Яғни іш қату. Ол кімдерде болады? Оның физиологиялық және патологиялық түрлері бар. Физиологиялық деп отырғанымыз мысалы жүкті әйелдерді алуымызға болады. Көбіне жүкті әйелдер бірінші триместрде ішім қатып жүр деп жалпы жасайды. Неліктен? Себебі жүктілік кезеңде именно первый триместр организмде гормональды өзгеріс болады. Прогестерон гормоны деңгейі жоғарылайды. Мына бала жатырға жақсылап орналасып алу үшін бүкіл организм расслабленный болады, чтобы угроза болмас үшін. Матка барлығы расслабленный болып тұратын болса, онда ұрық келіп жақсылап орналасып алады. А если тонус болып тұратын болса, бүкіл организмде ондай активный, раздраженный характердегі гормональды өзгеріс болатын болса, онда бала түк деп төмен түсіп, угроза болуы мүмкін. Табиғаттан әйел адамның ағзасы, егерде эмбрион келетін болса, жақсы условия болатын болса, мүмкіндігінше ол баланы ұстап қалып, өсіріп, босануға дейін жеткізуге тырысады. Ал сол гормональды өзгерістің әсерінен жатыр расслабленный күйде болған кезде бұл гормондар тек қана жатырға ғана емес, басқа да органдардың барлығына әсер етеді. Әйел адам үнемі ұйқышыл болады, ұйқысы келіп жүреді. Неге? Себебі сол прогестерон гормонының әсерінен организм не істейді? Расслабляется, әйел бұлжырап қалады. И асқазан ішек жолдарына келетін болсақ, ол жерде де физиологиялық запор болады. Мысалы, асқазанда бұрын в норме адамдарда 1,5-2 сағатта жеген тамағы ары қарай жылжып кететін болса, бұл жерде процесс жай жүретін болғандықтан асқазанда уже 2-3 сағат аралығында қорыту процесс жүреді. Ішектердің бойында тамақтардың қорытылуы ол да ұзағырақ процесс болады. Сондықтан физиологиялық тұрғыдан запор болуы мүмкін. Бірақ ол кейін бірінші триместрден өткеннен кейін, плацента қалыптасқаннан кейін, активный уже баланың даму процесі басталған кезде бұл запор не істейді? Кетіп қалады. Бұл физиологиялық жағдай. Сосын тағы патологиялық жағдайлар бар. Мысалы, долиха сигма деп аталатын диагноз бар. Суреттен көріп отырғаныңыздай, бізде тоқ ішек мынадай болады. Мысалы, өрлеуші, көлденең, сосын төмендеуші, үлкен болып бетіп, жіңішке ішек бар ғой, майда ішек, солар былай жатады да, ал сыртынан соны үлкен болып тоқ ішек қаптап жатады. Өрлеуші, жоғары көтерілуші, көлденең және төмендеуші бөлік. Одан кейін сигма тәрізді, яғни S тәрізді тоқ ішектің бөлігі болады, сосын тік ішекке жалғасады. Осы кейбір балаларда, кейбір адамдарда туа біткен сигма тәрізді, S тәрізді ішек бөлігі не істейді? Ұзын болады. Оларды долиха сигма деп атайды. Латын тілінен аударған кезде сигма тәрізді ішектің ұзын болуы дейді. Соответственно, если ішек ұзынырақ болса, ол жерден қорытылған қалдың өтуі де ұзақырақ процеске айналады. Сондықтан оларда туа біткен іш қату процесі не істейді? Орын алады. Одан кейін кейбір адамдарда тамақтану режимі дұрыс болмағандықтан суды аз ішудің әсерінен іш қату болуы мүмкін. Және кейбір адамдар егерде жиі іш айдайтын, іш жүргізетін дәрілерді көп қолданған кезде, онда тоже запорға ұласуы мүмкін. Себебі ішек үйреніп қалады. Тек қана іш жүргізетін дәрілерді ішсе ғана өзін босату керек деп ойлайтын болады да, и табиғи жолмен ол өзін босата алмайтын болып қалады. И енді аз су ішуге келетін болсақ, мысалы суды жақсылап ішетін болса, қалдың консистенциясы жақсы болады, консистенциясы. Ал егерде көбірек ішетін болса, онда сұйықтау болады. Жалпы тоқ ішектің бойында судың сіңірілу процесі жүреді. Егерде сіз жеткілікті көлемде суды ішпейтін болсаңыз, тоқ ішек не істейді? Біздің организм өте ақылды. Ол компенсация жасауға тырысады. Бір жерден сіз ішпеген суды тауып беруге тырысады. Судың сіңірілетін жері ол бізде тоқ ішек болып саналады. Осы тоқ ішекте максималды түрде суды сіңіреді да, и кал қатты болып қалады. Сондықтан да суды организмге тәуліктік суточный дозасын дұрыс ішіп отқан дұрыс. На килограмм есептейміз. В среднем взрослый адамдарда 2-3 литр аралығында суға потребность болады. Жылы су ішу керек, мұздай күйінде, газированный,
немесе құрамында концентраты бар тәтті суларды қылт деп су ішу деген осы екен деп ішуге болмайды. Таза, мүмкіндігінше құрамы минералдарға бай, әсіресе қазіргі кезде күшті фильтрлар шыққан ғой, құрамында минералдандыратын, витаминдерін қосатын, тұздылығын ретке келтіретін, желательно осындай тазартылған құрамы организмге ішкен кезде прямо организміңіз үшін ауыр болмайтын, сіңуі өте жеңіл, сондай суларды күнделікті прямо шайыңыздан бөлек, сорпаңыздан бөлек сондай көлемде суды ішіп отыру керек. Енді тағы бір себеп, қазіргі кезде консерванттар өте көп, полуфабрикаттар өте көп. Адамдар жұмыс істейді, қолдары тимейді, сосын барып не істейді, дайын тұрған тағамдарды жеуге тырысады. Осындай дайын ас, құрамында консерванты бар тамақтар тоже запорға алып келеді. Мүмкіндігінше табиғи нәрсені жеуге тырысу керек. Сухофрукты жеу керек. Мысал үшін курага, слива кептірілген. Соларды ішетін болса, олардың негізгі функциясы сондай тәтті болғаннан кейін, одан кейін біз организм істейді, суды требовать етеді. Суды ішкен сайын жаңа біз айтып отырған 2,5-3 литр су көлемін толтырамыз. Ал егерде просто так курага или слива жеп іші өткенін күтетін болсаңыз, одан эффект бермейді ол. Одан кейін адамның психологиялық жағдайы өте қатты рөл атқарады. Егер адамда стрессті жағдайлары болатын болса, кейбір адамдарда запор болып қалуы мүмкін, кейбір адамдарда керісінше іш өту жүруі мүмкін. Және апатия, депрессия болатын болса, тоже не істейді, ол запорға алып келеді. Және біздің организм үшін өте маңызды бір орган бар сондай, ол запорға алып келеді. Не десеңіздер, ол щитовидная железа, қалқанша безі. Біздің тамағымызда пішіні көбелек тәрізді, симметриялы түрде орналасқан организмде орган бар, ол қалқанша безі деп аталады. Өткен видеода, егер естеріңізде болса, көрген болсаңыздар, мен уәде еткендей бүгін запормен қосымша щитовидка туралы сіздерге айтып беремін дегенмін. Қанша уақытта тексеріп тұру керек, УЗИ жасап тұру керек, қандай анализдер тапсыру керек, не ішу керек, щитовидканың жұмысын қалай бағалау керек, осы жайлы айтатын болам. Қазір кішкене осы запор жайлы айтып болайын. Енді не істейміз? Осы егерде іш қату болатын болса, запор болатын болса, бірінші очередь сухофруктылар жақсы ішу керек, суды жақсы ішу керек, 2,5-3 литр. Одан кейін пробиотики, пребиотики деген өте қатты рөл атқарады. Пребиотиктерге біздің организмімізде мыңдаған, миллиондаған, миллиардтаған микрофлора бар да. Бізден бөлек өмір сүретін микроорганизмдер бар. Егер осы микроорганизмдер норма, организм үшін жеткілікті дәрежеде болатын болса, адамдарда запор болмайды. Адамдардың настроениесі супер-пупер болып жүреді. Себебі бұл микрофлора тек қана тамақтың қорытылуына қатыспайды, сонымен қатар гормондар өндіреді. Серотонин, дофамин деген адамның көңіл күйін көтеріп отыратын гормондарды өндіріп отырады. Сондықтан ойлай беріңіз, егер сіз депрессивті, апатиялы жағдайда жүретін болсаңыз, үнемі настроениеңіз болмай жұртқа ренжи берсеңіз, сіздің ішегіңіздегі именно микрофлорада бұзылыс бар деген сөз. Бұл уже американдық зерттеулерден, қаншама ғалымдардың зерттеуінен өткен нәрсе. Сондықтан егер де осындай адамдар болмаса, шекпен жұмыс істеуге кеңес беремін. Және келесі нәрсе ол правила 5 минут правиласы деген бар. Ол деген сөз күнделікті, мысалы, дәретханаға барған кезде 5 минут қана отыруыңыз керек. Одан артық отыруға болмайды. Қазір не істейді? Телефонды шұқылап отыру мүмкін біреулер, сөйтіп 10 минут, 1 сағаттап дәретханада отыру мүмкін. Ол организм үшін өте зиян. Біріншіден ол ішектерге қызметіне нагрузка көп түсіреді, егер ұзақ уақыт отыратын болса. Екіншіден ол геморройға алып келуі мүмкін. Сондықтан правила 5 минутка деген міндетті түрде сақтау керек. Және тағы бір ереже бар. Кімде запор бар, олар тамақтанып болғаннан кейін күнде бір уақытта барып 5 минут шыққысы келсе де, шыққысы келмесе де дәретханаға бару керек. Сол кезде миға сигнал баратын болады. Тамақ ішіп болғаннан кейін, жарты сағаттан кейін біз уже оның алдында қорытылған тамақтарды сыртқа шығаруымыз керек деген сигнал барып күнделікті қалыптастырғаннан кейін, яғни бұл миды тәрбиелеу болып саналады.
тамақтанып болғаннан кейін жарты сағаттан кейін 5 минутқа барып күнделікті отыратын болса, и күнде бір уақытта, мысалы сағат таңғы асты ішіп болғаннан кейін сағат 8:30 деп айтайық, немесе 7:30 деп айтайық, егер жұмысқа баратын болсаңыз, барып 5 минутқа отырыңыз. Сол кезде уже миды тәрбиелейсіз. Тамақ ішіп болғаннан кейін ол шығу керек қазір деген. Осын солай қорытатын болады, Дальше аз қозғалыс ол запорға алып келеді. Мысалы, қозғалыс деген біздің миымыз өте нерв жүйесі деген нәрсе ол движение үшін керек та. Мысалы, байқайсыздар ма, инсульт алып қалған адамдар болатын болса, олар не істейді? Қозғала алмай қалады, Себебі мидың қозғалысқа сигнал беретін аумағына қан құйылып кетеді, немесе олар отключка береді. И сигнал келмегеннен кейін аяқ, қолда не істейді? Жұмыс жасамай бастайды. Жалпы біздің организмдегі негізгі мақсат ол қимыл қозғалыс. Даже если қазіргі кезде мышление жайлы айтылып жатыр ғой, күшті ойлап, бірақ сол ойға байланысты действие жасамайтын болсаңыз, ешқандай нәтиже болмайды. Тура сол сияқты, сіз егерде запор болатын болса, запор туралы ойлап, ой, кетіру керек деп жүре беретін болсаңыз, онда одан нәтиже шықпайды. Міндетті түрде активный образ жизни керек. Активный образ жизни деген күніне 30-40 минут міндетті түрде спортпен шұғылдану керек адам. Спорт ол сіздің тәніңіздің, бетіңіз, кожаңыз, ішегіңіз, бауырыңыз, лимфа жүйеңіз бәрі үшін өте пайдалы. Сондықтан спортпен шұғылданатын болсаңыз, сіз запордан құтылатыныңызға прямо 80% результат болатынына мен кеңес берер едім. Одан кейін щитовидканың қызметін міндетті түрде тексеру керек. Щитовидка туралы айтам. Ұйқы режимі өте маңызды. Кім уақытылы ұйықтайды? Біздің ұйқы мелатонин деген гормон бар да, ұйқыны реттейтін. Кешкі сағат 9 мен 10-ның арасында өте көп мөлшерде бөлінеді. Сондықтан адамдар осы уақыт аралығында ұйқысы келеді. И осы мелатонин гормонын дұрыс қолдансаңыз, таңертең 5-6-ға дейін жақсылап ұйықтайтын болсаңыз, ішектер де тынығады, стрессті жағдай болмайды. И плюс осы адам ұйықтап жатқан кезде ішектер примерно өз-өзіне істейді, уборка жасап алады. Таңертең тұрасыз, спортпен шұғылданасыз, уборка жасалып, шығуға дайындалып тұрған бүкіл токсин, шлак ішектің бойында керек емес деген нәрсенің барлығын қозғалыс жасағаннан кейін таңғы сразу таңертең сыртқа шығаратын боласыз. Сондықтан осы нәрсені ескеріңіздер. Уақытылы ұйқы ол запордың алдын алу болып саналады. Өзіңізге сұрақ қойыңыз, мен нешеде ұйықтаймын, егер сіз запор мазалайтын болса. Сосын біз клетчаткаға бай тағамдарды ішуіміз керек. Клетчатка деп отырғанымыз не? Клетчатка деген кішкентай балалар үлкен дәретке шыққанда, если байқасаңыздар, памперстің арасын ашып көрсеңіздер, ондай жіп сияқты нәрселер болады арасында. Соны клетчатка деп атайды. Бұл клетчаткалар не үшін? Ішек бар ғой, сол ішектің бойын нерв клеткалар болады да, соларды раздражение жасап, ішек моторикасын, яғни бітіп қозғалып, бойындағы артық нәрсені сыртқа шығаруына көмектесетін нәрсе, ол біздің клетчаткалар болып саналады. Бұл клетчаткалар ішекте өмір сүретін микрофлора үшін де өте қажет. Сосын бұл клетчаткалар ішектің тамақты сіңіру үшін өте қажет. Сондықтан да, егер де күнделікті рационыңызда айтады, фруктылар, овощилар көп болу керек деп, себебі оның құрамында клетчаткалар көп болады. Егер де сіздерде клетчатка болмаса, қазір мен сіздерге көрсетейін. Егер олай мен фрукты жеуге, овощ жеуге уақытым жоқ десеңіздер, онда қазір мен сіздерге көрсетейін. Мынадай клетчаткалар болады. Менде үйде бар. Бір стикерін аласыз да суға араластырасыз да, күнде таңертең аш қарынға ішіп аласыз. Осы клетчаткалар ішектің моторикасын реттейді. Егер де осы клетчаткаларды алу жайлы сұрақ болатын болса, маған комментарий астына жазып қоямын номерді. Сол номерге хабарласып алсаңыздар болады. Келесі нәрсе ол слабительныйларды оңды солды қолдану, яғни іш жүргізетін дәрі-дәрмектерді. Олардың өздері бөлінеді. Ішектің моторикасын арттыруға көмектесетіндер, ішектің бойына суды жинап ылғалдандырады да, жаңағы қалды. Сосын адамдар тез шығады.
Одан кейін тағы бір тобы бар, ол ішектің бойын майландырады. Сондықтан слабительныйларды рецептсіз, курс лечениесіз қолданатын болса, онда олардың кері әсері болады, кейін даже әсер етпей қалады. Либо ішектің бойындағы нерв клеткаларына отключка береді. Без слабительных адам по большому шыға алмайтын болып қалады. Сондықтан осы слабительныйларды қолданарда өте сақ болу керек. Егер де сізге дәрігер слабительныйларды іш жүргізетін дәріні деп назначение лечениеге берген болса, 2 ай, 3 айға берген болса, оны прямо 2 ай, 3 ай ішу керек. Көбісі құрамында лактулозасы бар іш жүргізетін дәрілер тағайындалады да 2 ай, 3 айға. Сол кезде оны адамдар 1 күн ішеді, 2 күн ішеді, қойшы мынау мен ішім жүргізіп жатқан жоқ деп ойлауы мүмкін да. Негізі ол лечить етеді солай. Ұзақ уақыттан кейін барып әсер етеді. Сондықтан эффектісін сразу күтуге болмайды. Бұл лечебный болғаннан кейін длительный срок қолданғасын барып, ішектің бойын реттеп барып әсер ететін дәрілік заттар болып саналады. Ал енді негізгі тақырыбымызға келек, ол бүгін запормен қоса сіздерге щитовидка туралы айтып беремін деген болатынмын. Яғни бізде щитовидная железа, мен всегда айтамын, ол біздің организмде как зам. Любой организацияны алатын болсақ, ол жердің директоры болады, сосын замы болады. Сол сияқты бізде директор ол біздің басымыздың ішіндегі ми. Именно гипофиз, гипоталамус деген мидың бөліктері ол басқарып отыратын негізгі директор болып саналады. Дальше олар сигнал береді, не істейді? ТТГ деген гормонды өндіреді. Сосын щитовидкаға жібереді. Щитовидка бізде зам. Ол тиреотропный гормондарды Т3, Т4 деген нәрсе осы щитовидкадан шығады. Ол не істейді? Мидан сигнал келгеннен кейін Т3, Т4-ді дальше өндіреді. Сосын сол арқылы бүкіл организмде жүректің қызметіне әсер етеді, бүйректің қызметіне әсер етеді, половой органдар, яичник, жатыр, адамның ұйқысы, ішектің қызметі, тағы не, жалпы бүкіл органдарға щитовидка өте қатты әсер етеді. Щитовидканың бөлетін гормондары. Егер ол любой органда бұзылыс болатса, біз не істейміз? Щитовидканы тексеру керек, гормондарды көру керек деп айтамыз. Себебі, возможно, сол қалқанша безінің бұзылысынан осы ауру туындап тұрған болуы мүмкін. Енді қараңыздар. ТТГ деген гормон, жаңа мен айттым, ол мидан өндіріледі. Ол не үшін керек? Когда біздің организмімізге егерде Т3, Т4 жетіспейтін болса, щитовидная железаның, қалқанша безінің қызметі жеткіліксіз болса, басқа органдар миға сигнал жеткізеді. Щитовидка дұрыс жұмыс жасамай жатыр. Қалқанша безінен бізге келетін гормондар жеткіліксіз деп. Сол кезде осы сигнал келгеннен кейін ми активны түрде ТТГ гормонын өндіре бастайды. ТТГ гормонын көп мөлшерде өндіреді. Не үшін өндіріп жатыр? Ол қалқанша безіне сигнал жібергісі келіп жатыр. Шығарсай гормондарыңды, шығарсай деп қайта-қайта оған не істеп жатыр? Команда беріп жатыр ТТГ арқылы. Бұл жағдайда гипотиреоз деп атаймыз. Яғни организмде қалқанша безінің өндіретін гормондары төмен, сондықтан ол гипотиреоз деп аталады. Ал мидан келетін дәл осы кезде сигнал көбірек болады, яғни ТТГ не істейді? Жоғарылайды гипотиреоз кезінде. Ал біз всегда, мысалы, эндокринологтан консультация алып деп жатамыз, не үшін? Себебі қанша нормаға келгенмен референсное значение деген болады да, анализдерді қараған кезде. Ол деген сөз, андай нормадан тыс шамалы шегіне жетіп тұр деген сөз. Яғни организм жетпейтін болса да, соны бүйтіп жеткізуге тырысады да, андай пысық әйелдер болады ғой, жоқтан бар жасайтын ше. Сол сияқты біздің организмде щитовидканың гормоны жетпей жатса да, соны былай жеткізгісі келеді да, соны референсное значение дейді. Егер соған қарай жақындап қалған болса, сіздің тапсырған анализіңіз, бірақ нормаға кіріп тұратын болса, что-то өзгеріс басталып келе жатыр дейміз. Сондықтан да гормондарды тапсырып, қалқанша безінің, сосын ой, бұл нормаға келіп тұр екен дей салуға болмайды. Обязательно маманның консультациясы қажет. Басқа гормондарды қарайды, УЗИді қарайды. Кстати, УЗИ туралы айта кетейін сразу. Жылына бір рет УЗИ түсіп отыру керек.
нормада қалқанша безінің УЗИ-дағы көлемі 15-18 см куб аралығында болады. Егерде осы 18-ден жоғарылап кетсе, немесе 15-тен төмендеп кететін болса, онда уже дальше щитовидканы зерттеу керек деген сөз. 15 пен, мысалы, 14-5 или 14 болып қалатын болса, уже неге деген сұрақ қою керек та. И осы жылына бір рет түсіп отқан УЗИ-леріңізді сақтап отырыңыз. Себебі мынау биыл түскеніңіз ба, мынау келесі жыл түскеніңіз ба, екеуі не істейді, салыстырады. Так, өткен жыл мынадай болыпты, биыл мынадай екен деп. Сондықтан обязательно жылына бір рет түсіп, плюс результатын сақтап отыру керек. Одан кейін гормондарға тапсырып отыру керек, ТТГ, Т3, Т4 деген сияқты олардың анализдеріне расшифровка жасату керек. Егер консультация қажет болса, мен төменге номер қалдырам, консультацияға жазылсаңыздар болады. Именно анализдің расшифровкасы бойынша, дұрыс па, дұрыс емес па, өзгеріс бар ма деген сияқты. Сразу айта кетейін деп жатырмын, себебі по-любому жазады адамдар. Қалай сізден консультация алсам болады деп, сосын сразу сіздерге айтып кетіп жатырмын, мына номерге хабарласып жазылсаңыздар болады. Енді гипотиреоз. Гипотиреоздың кезінде адамдарда запор болуы мүмкін. Себебі гормон жеткіліксіз болғаннан кейін ішектердің қызметі не істейді, жұмыстары баяулайды. Сәйкесінше адамдарда запор пайда болады. Тамақ дұрыс сіңірілмегеннен кейін ол адамдарда холестерин жоғарылайды, яғни майлардың айналымы бұзылысқа ұшырайды гормон жетіспегендіктен, сондықтан холестерин жоғарылайды. Ол адамдарда семіздік пайда болады, артериалды қан қысымы жоғары болуы мүмкін. Немесе наоборот гипотоник болуы мүмкін. То есть давлениесі менде бұрыннан төмен дейтін адамдар болуы мүмкін, да. Себебі оның щитовидкада жатуы мүмкін. Сосын адамдар арық болуы мүмкін. Неге? Себебі метаболизм, зат алмасу процесі баяулайды, минералдар, витаминдер дұрыс сіңбейді, сондықтан адамдар өте арық болады. Не үшін сіңбей жатыр, не үшін минералдар организмге жеткіліксіздік алып келіп жатыр? Себебі щитовидканың гормоны дұрыс емес, оны реттеп отыратын. Гипотиреоз адамдарда анемия дамуы мүмкін. Неге? Себебі минералдар сіңбейді айналып келгенде. Железінің сіңірілуі дұрыс емес. Сондықтан тағы айтам, гормонды тексеріп отыру керек. Содан кейін ондай гипотиреоз адамдарда гормональды өзгерістер болады, жаңа бір айттым. Екіншіден, ондай адамдардың памяті нашар болады. Есте сақтау қабілеті прям өздері байқайды, айтайын деп тұрған нәрсесін ұмытып қала береді. Немесе бір темадан екінші темаға ауытқып кете береді. Сосын тағы бір нәрсе бар. Яғни не үшін ауытқып кетеді, бұл уже психологиялық күйін сипаттайды. Адамдар айтайын деп тұрған нәрсесін ұмытып қалады, сосын басқа нәрсені айтып кете салады жалғастырып. Ол уже памятпен связано саналады. Память не үшін нашарлап жатыр? Себебі гормон дұрыс емес. Келесі себеп, ол бізде менструальды циклға әсер етеді. Щитовидканың гормондары жүктілікке әсер етеді. Часто угроза немесе выкидыш болып қала беруі мүмкін. Одан кейін бесплодиеге алып келуі мүмкін. Сосын ұйқышыл болады, ұйқысы қанбайды. Қанша ұйықтаса да шаршап тұрады, шаршағыш болады, депрессия болады, апатия болады. Сосын тырнақ сынғыш болып келеді. И шаштар түсіп қалады, кстати. Шаштар көп түсе береді. Даже кейбір аймақтарда осындай домалақтан шаштардың уыс болып түсуі де байқалады. Бұл да қалқанша безінің қызметінің бұзылысына байланысты. Сосын ішкебу болуы мүмкін. Неге? Ішкебу болады, өйткені тамақ дұрыс сіңбей жатыр, қорытылмай жатыр, ішектердің жұмысы баяулап жатыр. Сосын ісінулер болуы мүмкін. Аяқта, қолда ісінулер болуы мүмкін. Семіздікке алып келуі мүмкін. Жалпы жүрек пульс алатын болсақ, тахикардия болуы мүмкін. Жиі соғады жүрегі. Сосын ол айтуы мүмкін, мен мына жерде прям тоным шығып тұрған сияқты бір нәрсе қысады, дем жетпей қалады, жұтынған кезде бір нәрсе келдіреді дегеннің барлығы ол қалқанша безінің қызметіне байланысты. Сондықтан қалқанша безін жылына бір рет тексертіп отырыңыз, анализдер тапсырыңыз, чекап өтіңіз, УЗИ-ге түсіңіз, узилогтар болуы мүмкін. Бұл узилдарды тақырап отыру керек, салыстырып отыру керек жылына бір рет түскен кезде. Өзгерістер бар ма? Егерде осы УЗИ арқылы узилдарда екі жағы бар ғой бізден.
көбелек тәрізді болады да қалқанша безі. Соның бір жағы біріншісі мен екіншісінің арасында 2-3 сантиметрге разница болатын болса, екі қанатшасында қалқанша безін, ол уже дальше зерттеу керек деген мағынаны білдіреді. Узелдардың мөлшерін қараймыз. Биыл қанша болып тұр, келер жылы қанша болып тұр. Кейде рассосется, өз жоқ болып кетуі мүмкін узелдар. Кейде одан сайын үлкеюі мүмкін. Соның себептерін анықтау керек. Сол үшін всегда анализдер тапсырып отыру қажет. Так, тағы не айтамын, щитовидка туралы. Гипотиреоз и гипертиреоз деп бөлеміз да біз гормондардың өзгерісіне байланысты. Кейбір кезде керісінше қалқанша безі өте көп гормон өндіруші мүмкін. Ол жағдайда уже басқаша болады. Адамдар раздраженный, ашуланшақ, жылағыш, бұл гипертиреоздың белгілері болып саналады. Керісінше часто диарея болады ондай адамдарда. Сондықтан щитовидка біздің организмде маңызды орган болып саналады. Жалпы айтатыным осы, міндетті түрде анализ, міндетті түрде УЗИ-дегі размерлерін қарап отыру керек. Кез келген организмде бұзылысты байқап жатсаңыз, жылағыш, немесе депрессия жиі орын алып жатса, онда міндетті түрде қалқанша безін тексеріп отырыңыз. Сосын тағы бір айтатын кеңес, ол жүкті әйелдерге. Жүктілік кезеңде әйел ағзасында қандай осы щитовидкаға байланысты бұзылыс болады, соншалықты баланың ағзасында да өзгеріс болады. Әсіресе первый триместр әйелдер жүктілікке дайындық жасау керек дейміз, щитовидка гормондарын тапсыру керек дейміз. Неге? Себебі бірінші триместрде іште дамып жатқан ұрықтың пока щитовидкасы гормондар өндіріп қызмет атқармайды. Сондықтан ол максималды түрде щитовидканың қызметін анасынан алады. Қажетті гормондарын мысалы үшін анасынан алып отырады. Сондықтан именно первый триместрде әйел адамның қалқанша безінің гормондары нормада ұстау өте маңызды болып саналады. Егер ода бұзылыс болды ма, либо эмбрион дальше дамымай қалады, либо даже если дамыған күннің өзінде тура сіздің организмде қандай бұзылыс болып тұр, баланың организмі соны копирует, немесе органдарында қалыптасып жатқан өзгерістер болуы мүмкін. Сондықтан жүкті әйелдер до беременности планирование жасау керек. Если беременный әйелдер болатын болса, онда эндокринолог консультациясын алып, егер эндокринолог қандай да бір тағайындаған дәрілері болса, соларды қабылдау керек. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, консультация қажет болса, тоже жазсаңыздар болады. Алдын ала жазыласыздар, оплата жасайсыздар, сосын консультацияға келесіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырсаңыздар болады, немесе ана көрсетілген номерге жазып консультацияға келіңіздер. Сау болыңыздар.